Сәлем әлем, бұл менің ютубтағы ең алғашқы видеом. Ең алдымен сіздерге өзім жайлы таныстыра кетейін. Есімім Дариға, жасым 19-да, мобилограф және контент-мейкер болып жұмыс жасаймын. Және бұл видеода мен сіздерге менің өмірімді өзгерткен, тіпті табысымды арттырған техника жайлы айтқым келіп тұр. Сол туралы, соның пайдасы туралы сіздерге осы видеода ашып айтатын боламын. Бұл қандай техника десеңіздер, бұл жоспарлау техникасы, яғни өз күніңізді, аптаңызды, айыңызды жоспарлайтын техниканың структурасы жайлы айтып беретін боламын. Бұл техника менің тек қана табысымды арттырып қана қоймай, мені дұрыстап жоспарлауды үйреткен техника десек те болады. Біріншіден өзіңізге сұрақ қойыңызшы, сіз негізінен өз өміріңізді жоспарлайсыз ба? Мысалы, біз бір мақсатқа, бір арманымызға жеткіміз келеді. Бірақ ол арманды біз қалай армандаймыз? Жай ғана мысалы, мен үйлі болғым келеді, мен iPhone 17 Pro Max алғым келеді деп жай ғана армандаймыз. Оның барлығын қағаз бетіне түсіріп, кәдімгідей жоспар құруымыз керекпіз. Яғни, оған дедлайн қоюымыз керекпіз. Мысалы, бір айда мен 350 мың теңге табамын, мен бір айда 1 миллион теңге табамын деген сияқты нақты жоспар құруымыз керекпіз. Немесе біз бір күнге бір мотивациямыз қатты толып тұрып, бір күнге бірнеше планымызды, бірнеше мақсатымызды жазып тастайтын да күндер болады. Мысалы, таң сағат 5-те тұрамын, 6-да жүгіремін, 7-те фитнесқа барамын деген секілді көптеген мақсаттарымызды бір күннің ішіне сыйғызып тастағымыз келеді. Жазып тастаймыз, сөйтіп мотивацияға толы болғандықтан. Олай жасауға болмайды. Ең біріншіден біз күнделікте бір күнге 3 нақты мақсат қоямыз. Цель дейміз ғой, 3 нақты цель қоямыз. Өзіңіздің рутинаңыздан бөлек, өзіңізге, өзіңіздің дамуыңызға ықпал ететін 3 нақты цельді жазып шығуымыз керекпіз. Ол мысалы, таңертең контент түсіру болсын, 3 нақты цель қоясыз. Мысалы, контент түсіру, немесе кітап оқу деген сияқты өзіңізді дамытатын 3 нақты цельді жазып шығасыз бір күнге. Және бір күнге бәрін жазып тастамай, соны күндерге немесе аптаға бөліп тастасаңыз болады. Бір аптаға осы аптада бітіретін 3 нақты мақсатыңызды жазасыз. Ал енді біз апта мен күнді қалай жоспарлау керектігін түсініп алдық. Енді ең маңыздысы бір айға жоспарды қалай жасаймыз. Ол үшін біз бір айға өзіміздің тағы да 3 нақты мақсатымызды, арман мақсатымызды жазуымыз керекпіз. Оның ішіне тағы да жатқызатын болсақ, мысалы, мен бір айға 3 цель жаздым дейік. Оның ішінде 1000 подписчик жинау инстаграмда, екіншісі бір кітапты оқып бітіру және плюс бір проект алу деген сияқты 3 нақты цель жаздым. Және тағы да маңызды айта кететін зат, ол бір айға қанша тапқың келеді, соны жазуың керексің. Яғни ең осы фишка сіздің табысыңызды арттырады. Біріншіден, бір айға сіз 3 нақты мақсатыңызды жаздыңыз. Екіншіден, қанша табыс тапқыңыз келетінін жаздыңыз. Үшіншіден, ол ақшаны, мысалы, сіз 500 мың бір айда табамын деп жаздыңыз. Сол 500 мыңды қалай табу керек? Қандай іс-әрекеттер жасау арқылы сол 500 мыңды таба аласыз, соны жазасыз. Төртіншіден, сіз ол тапқан сумманы бөлуіңіз қажет. Не заттарға, қандай қажеттіліктеріңізге жаратасыз, соны жазып шығасыз. Және бесіншісі, цельдерді по категориям бөліп шығуымыз керексіз. Ол жерде бізде финансы, отбасы, қарым-қатынас, денсаулық деген сияқты жеке дамуға мысалы тағы да сондай категорияларға, өзіңізге қажетті категорияларға бөліп шықсаңыз да болады. Және ең маңызды айта кететін жайт, оның бәрін біз басымызда ұстамауымыз керекпіз. Оның барлығын біз осы ақ парақтың бетіне түсіруіміз керекпіз. Яғни өздеріңіздің блокноттарыңыз бар болса, сол жерге жазасыз. Жоқ болса, блокнот алып, міндетті түрде блокнотқа жазуларыңыз керексіз. Вообще, любой арман мақсаты бар адамдар именно осы блокноттың бетіне өздерінің арман мақсаттарын жазады. Оны баста ұстаудың қажеті жоқ. Яғни, егер сіз оны басыңызда ұстайтын болсаңыз, сізде нақты жоспар да болмайды, нақтылық та болмайды, фокус та болмайды, ойыңыз шашыраңқы болады. Ал егер оны сіз қағаз бетіне түсіретін болсаңыз, миыңыз әрдайым нені қалайтынын біліп тұрады, фокус болады. Миыңызда хаос болмайды, ойларыңызда хаос болмайды. Сол үшін оның барлығын, арман мақсаттарыңызды блокнотқа, қағаз бетіне түсіру маңызды. Мысалы, алдыңғы айда мен 350 мың теңге табамын деп жазған болатын. Бірақ қайдан мен үйтіп
прям цель қойған жоқпын, енді 350 000 теңге болды, қатты деген сияқты соған жұмыс істедім деп айта алмаймын. Бірақ соның арқасында ол қандай образбен маған бұйырғанын білмеймін енді, бірақ қазір ойлап қарасам, міне октябрь айы соңына дейін жетті. И қазір ойлап қарасам, 350 000 теңгеде мен осы айда таптым. Бірақ қалай келгені, былайша айтсам, түсінбеймін. Оның барлығы негізі жұмыс істейтін зат. Құранда да бір сүре бар екен ғой, қалам деген сүресі. Осы ақ парақ пен қаламға жазылған, оның бәрі орындалады деген бар. Сондықтан да ерінбей қағаз бетіне өз армандарыңызды, пландарыңызды, яғни мақсаттарыңызды жазып жүріңіздер. Осылайша менің ютубтағы ең алғашқы видеомда өз мәресіне жетті. Соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Егер де сіздерге осындай тақырыптар қызық болатын болса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер, және сіздерді мен өзімнің инстаграмыма шақырамын. Сілтемесін осы видеоның астына қалдыра кетемін. Пока-пока.